Сүлеймен Бақырғани қазақ даласында өмір сүрген әулие адам. Оның шамамен 900 жыл бұрын айтқан болжамы 100% тура шығып, қаймана қазақты қатты шошытты. Оның айтқан болжамдарынан бірде-бір қате табу мүмкін емес. Оның айтқандары әлі күнге дейін құнын жоғалтқан жоқ. Жағымпазданған кезде. Сен Далбаевсың ба? Далбаев емес, мен де жағымпаз емес. 550 жылдың ішінде қазақ дәл осындай өмір сүрді ме бір күн? Шын айтқанда біз бәріміз бақытты кезде өмір сүріп жатырмыз ғой. Енді тәуелсіздіктің арқасында сіздің арқаңызда. Ертең сеніменен дауласын. Сүлеймен Бақырғанида Құдай дартқан ерекше қасиет болған. Оның қасиетіне сол кездегі халық еріксіз бас иген. Сүлеймен Бақырғанидың әрбір сөзі жұртқа ой салып, оларды түрлі бәле жаладан сақтап отырған. Біз бүгін Сүлеймен Бақырғанидың қателеспей тапқан болжамдарын баяндайтын боламыз. Сүлеймен Бақырғани шамамен 1100 жылдары қазіргі Түркістан қаласының аумағында дүниеге келген. Әйгілі ұстаз Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті. Кейін Самарқанд, Бұхара, Хорезм, Дамаск қалаларында білімін толықтырды. Халық арасында Хакім ата деген атпен белгілі. Оның ақырзаман деген дастанында болашақта ақырзаман белгілері қалай басталатынын дәл тапқан. Сүлеймен Бақырғани ақырзаман жақындағанда халық ашкөз бола бастайтынын, дүниеге тоймайтынын айтады. Сараңдар қанағатсыздықтан ашкөз болар, Құран үнін естісе құлақ жабар, кәпірлік нышанасы үшпу болар, заман ақыр болғанда пейіл азғай, мүміндердің ұл-қызы тұтқын болғай, залымдар ұялмастан пендем дегей. Яғни заман ақыр кезінде халық ақшаға тоймай, ішіп жесем деп бәрін жалмай береді. Қазір Қазақстанда жемқорлар қатты көбейіп кетті. Сол себепті де Қазақстанда қарапайым халықтың жағдайы нашар болып тұр. Қаншама жемқорлар ұсталып түрмеге түсіп жатыр. Арасында министрлер, облыс әкімдері, премьер-министрлер бар. Шетелге офшорға ақша шығарған жемқорлар өте көп. Осының бәрі ашкөздіктен болып жатыр. Олар сараң болғаны сонша, халық 85 мың теңге айлыққа бір ай өмір сүре алады деп жатыр. Мүміндердің ұл-қызы тұтқын болғай деп түрмеге байлар түссе ақша беріп шығып кететінін, ал кедейлерге кешірім жоқ екенін тұспалдады. Шынымен де Қазақстанда байлар түрмеде ұзақ отырмай, мерзімінен бұрын шығып кетеді. Ал қорғансыз кедейлерге жала жабылып кетеді. Залымдар ұялмастан пендем дегей деп 200-лерді меңзеді. Қазір әкімдер көпшілік орындарда, биік мінберлерде елім деп еміреніп, халықтың жағдайын ойлайтын сияқты көрінеді. Бірақ шындығында олар халыққа мүлде жаны ашымайды. Мұндай популистер мәжілісте өте көп. Заман ақыр болса, нелер болар, ғалымдар шағыр ішіп, зина қылар, дүниеге түрлі пәле толар, хақ жадын айтпағандар Алла демей, ғалымдар ғылымын естіп жалған дегей, басына ажал оғын келмес дегей. Яғни ел алдында жүрген адамдар шарап ішіп, оған мас болып қыз келіншектерге құмар болады. Осының салдарынан қаншама отбасылар ажырасып жатыр. Танымал адамдар ел алдына көңілдестерімен шығып, одан еш ұялмауда. Бірінші әйелмен ажырасып, екінші, үшінші әйел алып жатқандар көп. Біз олардың аттарын атамай-ақ қояйық. Бірақ Қазақстанда танымал әншілер, шенеуніктерге көңілдес болып, байып жатқан қыз келіншектер өте көп. Мысалы көрші Ресейде танымал әншілер, спортшылар байларға, бастықтарға тұрмысқа шығып жатыр. Мысалы Алина Кабаева есімді спортшы Ресей президенті Путинге тұрмысқа шықты. Сол себепті Путин Құдай қосқан алғашқы әйелімен ажырасып кетті. С Людмилой Александровной останемся очень близкими людьми. Я очень благодарна Владимиру, что он меня до сих пор поддерживает. Ал Қазақстанда баяғыда министр болып сотталған Қуандық Бишімбаев өзінің екінші әйелі Салтанат Нүкенованы мастықпен өлтіріп алды. Осының бәрі арақтың кесірінен болды. Ғалымдар ғылымын естіп жалған дегей деп ғалымдар адам өлтіретін ғылымды ойлап табатынын, яғни өздері ойлап тапқан өнертабыстар талай адамды өлтірген соң өз өнертабыстарынан қашады. Яғни қолдан жасалған спид секілді ауруларды, атом бомбаларын ойлап тапқан биолог ғалымдар өз күнәсін арқалаудан қашуда. Заман ақыр жақындағанда халықтан ар ұят кетеді екен. Адамдар тәкаппар бола бастайды. Ер мен әйел харабатта шағыр ішкей, білер екен, білмес секілді істер істей, кекірейер аспаннан жерге түспей. Мешіт, михраб, медреселер бос қалады, діндар жандар керексіз боп аш қалады, залымдар мазлумдарға бас салады. Осы жолдар арқылы Сүлеймен Бақырғани адамдар киелі жерде де ішімдік іше бастайтынын айтты. Мысалы, Еуропа елдерінде Құранды өртеп, айуандық жасап жатқандар бар.
Олар Алладан қорықпай білгендерін істеуде. Израиль елі қасиетті мекен Палестинаны атқылап, мұсылмандарды қырып жатыр. Олар Құдайдың қаһарынан қорықпай, мешіт, медреселерге де бомба тастап жатыр. Мешітті паналаған бейкүнә мұсылмандар қынадай қырылды. Сол себепті де әлемдегі мұсылман елдері бірігіп, Израильді қолдап жатқан кола, Nestle секілді тауарларға бойкот жариялап жатыр. Қазақстанда да коланы төгіп, елді бойкотқа шақырып жатқандар бар. Соғыс болып жатқан жерлерде мешіт, медреселер керексіз болып, діндарлар аш қалуда. Әлемді жауыздық билеп, имандылық деген азайып кетті. Қазір әлем үшінші дүниежүзілік соғыс алдында тұр. Сүлеймен Бақырғани залымдар мазлумдарға бас салат деп бейкүнә, қорғансыз адамдарды айтып отыр. Ал залымдар деген қолдарында қару бар Ресей, Израиль, Америка секілді елдер. Олар айналасындағы елдерде қауіп төндіріп тұр. Халал қойып, харам іске құмар болғай, бахиллар харам бірла харис болғай, көп қатындар ерлеріне харам болғай, ислам білмес бадбақтылар шадман болғай. Мүміндердің ұлы қызы есер болғай, кәпірлер ұялмай мен дегей. Сүлеймен Бақырғани харам іске құмар болғай деп қазіргі жастар ойнап жүрген құмар ойынды меңзеген болса керек. Себебі құмар ойындар харам болып есептеледі. Көптеген жастар былай тұрсын, отбасылы ер азаматтар да карта ойнап, үйін тігіп жіберіп жатқан оқиғалар өте көп. Олар бар ақшасынан айырылып, ажырасып, балаларын жетім қалдыруда. Ал болашағынан үміт күттірген жастар ата-анасының оқуға деп жіберген ақшасын букмекерлерге бәске тігіп, ұтылып қалып жатыр. Қазір Қазақстанда Олимпет, 1xBet, Пари-матч сияқты бәс қабылдайтын букмекерлік кеңселер қатты көбейіп кетті. Жастар өзінің ата-анасының қалтасына ұрлыққа түсіп, үйдегі ноутбук, телефон, фотоаппарат секілді дүниелерді ломбардқа өткізіп, бәске ақша тігу үшін бәріне дайын екендерін көрсетуде. Бірнеше миллион қарызға кіріп кеткен жастар өз-өздеріне қол жұмсап өліп жатыр. Осының бәрі Алланың харам еткен құмар ойынын ойнаудан шықты. Ал көп қатындар ерлеріне харам болғай деп қазір елімізде тұрмысқа қыз болмай шығып жатқан келіншектер туралы, күйеуінің көзіне шөп салатындар туралы меңзеді десек болады. Бұндай жағдай көрші Ресей елінде қатты белең алған. Тіпті сол елдегі әзіл-сықақ шоуларында көбінесе көңілдесімен жатқан кезде күйеуі келіп қалатын әйелдер туралы көріністерді көп сахналайды. Күйеуіне көңілдесімен ұсталып қалу деген Ресей, Украина елдерінде қалыпты құбылысқа айналып кетті. Мұндай азғындық Қазақстанда да сирек болса да кездеседі. Ал мүміндердің ұлы қызы есер болғай деп байманаптардың балалары байлыққа, әкелерінің қызметтеріне мастанып ойларына келгенін жасайтынын айтқан. Мысалы, Ислам Каримовтың қызы Гүлнар Каримова президенттің қызы болып тұрғанда Өзбекстанда ойына келгенін жасады. Ән айтты. Қазақстанда да Назарбаевтың қызы Дариға да ән айтып, партия ашып, әбден шалқып өмір сүрді. Елімізде әкімдер мен министрлердің де балалары мол байлықта өсті. Мысалы, Абай облысының әкімінің қызы 20 миллион теңгелік сөмкелер ұстады. Ал Абай облысындағы орманшылар 80 мың теңге жалақы алып жүріп, жазда өрттен қайтыс болған еді. Сүлеймен Бақырғани Алла тағаланы таза абсолюттік болмыс деп есептейді. Алла төрт бірліктен от, су, жер, ауадан құралатын төрт тарап дүниені жаратты. Сосын өсімдіктерді, жәндіктерді, жан-жануарларды, оларға әмірін жүргізуші төрт мүшеден аяқ, қол, бас, денеден тұратын адамдарды дүниеге келтірді. Бақырғанидың пікірінше, Құдайдың сұлулығын фәни жалған пендесі танып біле алмайды. Өйткені қарапайым адам мен Алла тағала арасында көзге көрінбейтін перде ілінген. Аталмыш пердені ысырып, Құдайды танып біліп, дидарына тәнті болғысы келген адам ең алдымен оған иман келтіру керек. Нәтижесінде ішкі көзі ашылып, рухани тазарған адам Аллаға бір табан жақын болады. Тек жаны жомарт, сабырлы, білімді адам ғана Құдайға жақын тұра алады. Жерді қалай жаратса, айды да солай, айды қалай жаратса, күнді де солай, әнбие мүрсәлдардың бәрі де солай дейді Бақырғани. Алла тағала тек жерде емес, бүкіл 18 мың ғаламды жаратқанын айтады. Ақыр заман болған кезде Алла тағала бәріне әділ үкім шығарады. Жаратушым қазы болып һәм отырар, Мұхаммед шапағатқа келіп тұрар, періштелер мен пайғамбарлардың зәресі ұшар. Мұхаммед ілімін тігіп тұрар, махшардың барлық жұрты келіп жылар, ол Мұхаммедке жүгініп арыз қылар, періште, пайғамбарлар тынағалар, батылы жетіп сөз айта алмай тұрады олар, Мұхаммед Алла деп жаратқанды атар.
Сүлеймен Бақырғани қандай адамдар Алланың қаһарына ұшырайтынын да атап өтеді. Мұндай адамдарды тек о дүниеде де емес, осы дүниеде де ешкім жақтырмайды. Жаратқаннан үн келер досым деген, бейнамаз, шарапқорлар қасым деген, дәл сондай дұшпандардан шошын деген, шарап ішіп, шайтан бірлән үлпәт қылған, 5 уақыт намаз пәрменіне құжат қылған, менмендікте 1000 бірлән дау қылған. Яғни намаз оқымағандар, маскүнемдер, менмен адамдар Құдайдың қаһарына алғашқылардың бірі болып ұшырайды. Себебі маскүнемдер талай қылмысқа себеп болуда. Олар арақ ішіп адам өлтіріп, қыздарды, бүлдіршіндерді зорлап, орлық-қарлық жасауда. Әрбір мұсылман өзіне парыз етіп берілген 5 нәрсені орындап жүру керек. Яғни иман келтіру, намаз, ораза, садақа, қажылық. Мұндай адамдардың о дүниеде жүзі жарық болады. Бірақ олар 5 парызды орындаумен шектелмей, өздерін қарапайым ұстап, күнәдан тыйылу керек. Сүлеймен Бақырғанидың хикметтерінде адам рухы мен адам нәпсісі арасындағы айтыс-тартысты дәл суреттейді. Нәпсім айтты, бұл 5 күндік өмірде, бәрін істе, не ой келсе көңілге. Гүлстанның аралап қал бағында, жеміс жинап пісіп тұрған шағында. Рухым айтты, шариғаттың жолын бақ, ілімменен тарихаттық жолын тап. Таңсәрде ашуды ұғынғын, 15-інде жайнамазға жығылып. Бұл айтыс осылайша ұзаққа созылып, ақыры нәпсіні адам бойындағы ең асыл қасиет, қанағат сезімі жеңіп шығады. Сүлеймен Бақырғани өз еңбектерінде дін іліміне, о дүниеге қатысты көптеген деректер қалдырып кеткен. Ол өз заманының дана адамы болды. Құрметті көрермендер, келесі видеода қандай әулие туралы шығарсақ болады. Жоспарда Бекет ата, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Шортанбай Қанайұлы, Шәкәрім секілді қазақ халқы үшін алар орны зор азаматтар бар. Ойларыңызды комментарийге жаза кетіңіздер.